Сәлеметсіздер ме, құрметті тігін сүйер қыз-келіншектер. Бүгін мен сіздерге ең оңай құралатын жұлдызды құрақ түрін қалай тігуге болатынын көрсетемін. Ең алдымен каналға тіркеліп, лайк басып, комментария бөліміне пікір қалдырсаңыздар болады. Жұлдыз құрақты құрау үшін бізге ені 3 см болатын 3 түсте ленталар қажет. Мен сұр түс, ақ түс және күлгін түсті маталарды таңдап, ені 3 см болатындай етіп сызып қиып алдым. Ал сіздер өз қалауларыңыз бойынша таңдап алсаңыздар болады. Және құрақ табанына 22-22 см болатын шаршы мата қиып аламыз. Құрақтың көзіне, яғни ортасына 4-4 см шаршы етіп маталарды қиып аламыз. Бізге қажеті ақ түстен 4 дана, сұр түстен 2 дана, күлгін түстен 3 дана қиып алсақ жеткілікті. Яғни бұларды құрақтың ортасына қойып тігеміз. Табандылық матамызды дәл ортасын тауып, сызып, не болмаса белгілеп аламыз. Яғни 22-22 см шаршыдағы табанды матаны біз дәл ортасын тауып аламыз. Және матаның ортасына 4-4 см күлгін түсті шаршы матаны қойып, видеодағыдай етіп тігіп шығамыз. Көріп тұрғандарыңыздай, ең алдымен сұр түсті лентамызды бірінші қатарға қойып тігіп шығамыз. Одан кейінгі қатарға ақ түсті лентаны қойып тігіп шығамыз. Үшінші қатарға күлгін түсті лентаны тігіп шығамыз. Төртінші қатарға да күлгін түсті лентаны қойып тігеміз. Дәл осы процесті, тігілу процесін жалғастырып, аяғына дейін дәл осылай тігіп шығатын боламыз. Видеоға мұқият қарап, тігілу жолын қарап отырамыз. Мұны көріп тұрғандарыңыздай, біздің бір көзіміз дайын болды. Міне. Дәл осындай етіп біз 2 дана тігіп аламыз. Міне қараңыздар, қандай әдемі болып шықты.
Ендігі кезекте сұр шаршымызды ортасына қойып, күлгін түсті лентадан бастап тігеміз. Бірінші қатарға күлгін түсті лентаны тігеміз. Одан кейін ақ түсті лентаны тігеміз екінші қатарға. Үшінші және төртінші қатарға сұр түсті лентаны тігіп шығамыз. Осы тігілу процесті осылай жалғастырып, аяғына дейін тігіп шығамыз. Міне, көріп тұрғандарыңыздай, бұл құрақ көзі де аяғына келді, аяқталып қалды. Міне, көз, бір көз. Дәл осындай құрақ көзін екі данадан тігіп аламыз. Әдемі болып шықты. Келесі құрақ көзі 4×4 сантиметр шаршыда ақ матамызды дәл ортасына қойып тігіп шығамыз. Одан кейін бірінші қатарға сұр түсті лентаны жүргізіп тігеміз. Екінші қатарға да сұр түсті матаны. Содан кейін үшінші мен төртінші қатарға ақ түсті лентаны тігетін боламыз. Дәл осылай аяғына дейін тігіп шығасыздар. Міне, аяқталып қалды. Қарап тұрғандарыңыздай, ақ пен сұр матадан тігілген құрағымыз. Дәл осындай екі дана тігеміз. Бізге екі дана керек дәл осындай түрінен. Келесі құрақ көзіміз ақ шаршы матаны ортасына қойып тігеміз. Және бұл жолы енді күлгін түстен екі қатар күлгін түсті тігеміз. Және үшінші, төртінші қатарға ақ түсті лентадан тігіп шығамыз. Бұл бізде ақ пен күлгін түсті құрақ болады.
Дәл осы түрінен бізге 2 дана керек болады. Біз әрбір тігіп атқан құрағымызды байқағандарыңыздай 2-2 данадан тігіп жатырмыз. Қажетті құрақ көздерімізді тігіп болдық. Міне көріп тұрғандарыңыздай әрқайсысынан 2 екеуден тіктік. Күлгінмен ақ түс, сұрмен ақ түс. Міне дәл осындай міне 2 дана керек бізге. Жақсылап анықтап қарап алыңыздар, мұқият қарап алыңыздар. Бізге енді дәл ортасына тұратын осы түрінен бізге тек біреу ғана керек. Міне осындай түсте осындай түрін бір ғана дана тігіп алыңыздар. Көріп тұрғандарыңыздай әрбір көзімізді рет-ретімен орналастырып аламыз. Сонда бізде жұлдыз бейнесі шығады міне. Енді осылардың бәрін біріктіріп, бір-бірімен біріктіріп тігіп шығамыз. Міне нәтижесінде бізде әдемі жұлдызша құралған құрақ, көрпешеге болмаса жастыққа арналған жұлдыз құрағымыз дайын болды. Міне көзге өте әдемі көрінеді. Тігілу жолы да қиын емес. Сіздерге де ұнады деп ойлаймын. Осыған қарап тігіп үйренсеңіздер болады. Видео ұнаса соңына дейін қарап, каналға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып, пікір қалдыра кетіңіздер. Сіздермен болған мен Гүлнұр Мырзакерім қызы. Келесі кездескенше сау болыңыздар.